Махаббат жасқа қарамайды. Әңгіме. Менің өзімнен көп кіші, сырын жасырмай айтатын досым бар, аты Сәбит. Сол жігіт өзінен көп үлкен әйелге қалай өзінің ес-түссіз ғашық болғанын баяндап берген еді. Соны сіздерге бүкпесіз айтып бергім келіп отыр. Екеуі ойда жоқта пойызда танысқан. Бірімен бірі әңгімелесіп, жақсы көңіл күймен отырып, әйелдің ауылына қалай тез келіп қалғанын білмей қалады. Әйел түсіп қалған соң екеуі ара бір жақсы көзқарас қимастықпен қоштасып, кейін ол сезімнің бір жара бастағанын сезеді. Уақытша сезім ғой деп алғашқыда көңіл аудармады. Бұл уақыт өте келе әлденеге көңіл алаңдай бастады. Бұл не, оны қалай түсінуге болады деп Сәбит өз ойынан өзі шоши бастады. Өзі ойынан өзі ұялып жан-жағына алаңдап қарайды, бірақ ешкім жоқ. Сөйтіп әбігерге түседі. Сонда бұл не, махаббат па деп ойлайды. Одан бір кезде алаңдаған көңілін жаңағы әйелдің телефон нөмірін алған есіне түскеннен кейін барып жүрегі жайланып қоя береді. Әйелдің телефон тұрған төс қалтасының сыртынан сипалап отырғанын өзі де сезбей қалады. Аңсарының бір нәрсеге алаңдап отырғанын сезген Сәбит жаңағы әйелдің бейнесін еріксіз көз алдына елестетеді. Телефон соқсам ба екен, бірақ не деп айтамын? Түскеніне бір сағатта өткен жоқ. Оған не деп айтамын деп тағы да өзін тоқтатады. Содан соң ол отбасына оралдым, бала-шағамен сағынышымды бастым, қуанышымды бастым. Бірақ балым ойымнан ешқандай шықпады. Балым танысқан әйелдің аты еді. Есімі де өзі де керемет. Анау айтар көз тартар көркі жоқ. Болса да менің жүрегімнен, көңілінен орнын алып қойған еді. Бірте-бірте қалай бауыр басып кеткенімді сол пойызда айтқан сөздері көз алдымнан жиі-жиі өте береді. Күлген күлкісі еш ойымнан шығар емес. Жас аралығымыз жер мен көктей алшақ болса да, оның да менің де отбасым бар. Бұл қалай деген сұрақ мазалайды мені. Бір күні тәуекелге барып телефон соқтым. Телефонмен сөйлескен кезде сол баяғы құлаққа жағымды қоңыр дауысы құлағыма жағып барады. Міне осылай бізді көзге көрінбейтін бір жіп шырмай берді. Мен енді балымның дауысын естімесем тұра алмайтын жағдайға жеттім. Байқаймын, ол да кетер емес сияқты болып көрінді маған. Біздің махаббат дастанымыз міне осылай басталып кетті. Күндер өтіп жатыр, не түнде, не күнде ойымнан шықпайды. Мен де баламды көргім келіп, аңсарымды айтып шығардым. Талай рет SMS пен хат жазып, сүйіспеншілік хаттарымды жазып кездесуге де шақырдым, бірақ жолымыз тоғыспай қойды. Екеуміздің де ауылымыздың үстінен күніне бір ғана пойыз өтеді. Бір рельстің бойымен тұрамыз. Сапарға шықсам ауылдың үстінен өтемін. Екі көзім төрт болып, сол ауылдың тұсынан өтіп кеткенше екі көзім алақтап, сыртта болады. Өтіп кеткесін барып деп төсегіме отыра кетемін. Сағынышым күннен күнге үдемесе бәсеген жоқ. Балымды ұмытар ма екенмін деп көңілімді әр нәрсеге бөлуге тырыстым, бірақ онымнан ештеңе шықпады. Бір күні ойда жоқта тағы да пойызда ұшырасып қалдық. Әңгімелестік, ойымды ашық айтқандай болдым. Сөйтсем, ол да маған өзінің кетер емес екендігін сездірді. Содан екеуміз бір-бірімізге арман болғанша бір кездесуді ойластырдық. Кездестікте түнімен көз ілмей армандарды айттық. Бірте-бірте күлеміз, бірде мұңаямыз, бірде жыларман болып бір-біріміздің ерте, біреуміздің кеш туғанымызға налимыз, өкінеміз, өксиміз. Біреумізді ерте, біреумізді кеш созған тағдырға өкпелейміз. Айтамыз, не керек, таңда атты, бізде қайтуға жиналдық. Міне, содан бері 1-2 жылдың жүзі болды. Бір-бірімізді ұмыта алар емеспіз. Бірақ екеуміздің де кездесуден үзілді-кесілді бас тарттық. Себебі бала-шаға бар, дос-дұшпан бар. Көзге түскіміз келмейді. Екеумізде мұның артының жақсылыққа апармайтынын іштей түсіндік. Міне менің хикаям осылай аяқталған еді, деп Сәбит күрсінді. Көзіне жас келді. Өзімді ойға шомып кетті. Міне осылай, оқырмандар, махаббат деген ұлы сезім, оны ешкім тежей алмайды. Ол махаббат сезімі, ол жасқа қарамайды. Ол қай уақытта болса да келе беруі мүмкін. Жасқа, әрге қарамайды екен. Міне көрдіңіздер ме? Сіздер қалай ойлайсыздар?